Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін осындай таңғы асқа жасауға болатын осындай бір тамақтың рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Бұл бюджетный вариант. Тек картоп пен жұмыртқамен ғана жасалынатын тамақ. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен ол үшін 2 картошканы аламыз. Кәдімгі картопты алып, жуып, қабығын ашып, тазалап алып, үкіштің үлкен көзінен үгіп өткіземіз. Картопымды өткізіп алғаннан кейін біраз қасық манка саламын. Манная крупаны біраз қасығын салып, және тұзбен бұрышымды өзімнің қалауымша салып, және бір жұмыртқаны жарып саламын. Осыны әбден жақсылап тұрып, мен шаншықпен бәрін араластырдым. Енді мен табамды отқа қойып, осылай май құйып алдым, түбінің бәрін жететіндей қылып. Енді осы майым қызғаннан кейін жаңағы жасалған картоппен жасалған смесімді осы табаға саламын. Мұны мен бәрін салдым, лопаткамен әбден тегістеп, жұқалап тұрып жайдым. Өте қатты жұқа қылмайсыздар, табаның түбімен бірдей қылып осылай жайып шықтым. Бетін жауып, екі жағын кезегімен бұқтыратын боламын. Қазір мен сырымды 50 грамм сыр алдым. Осылай теркінің үлкен көзіне өткізіп дайындап қойдым оны. Міне менің жаңағы картопымның бір жағы пісіп қалды. Мен тәрелкені осылай төңкеріп, екінші бетіне аудардым. Да бетіне сырымды септім. Екі жағын 5 минуттан, мына бірінші жағын 5 минут, екінші жағын 5 минут бұқтырып алсаңыздар, өте тамаша піседі. Мұны мен қазір ашамын. Менің уже таңғы асым дайын. Мен қазір тарелкаға түсіріп алып, сіздерге кесіп көрсететін боламын. Міне кестім, қытырлап, өте дәмі ерекше шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер.